Балалар, біз бүгін сандарды басу арқылы ашық ұйымдастырылған іс-әрекетімізді сандарды басу арқылы математикалық ұғымымызды тереңірек білу үшін осы сандарды басу арқылы біз сандар әлеміне барамыз. Жақсы ма балалар? Келіңдер. Келіңдер. Баста. Өтіп шығамын, өтіп. Қайын аламасам, басып өтеміз, балалар. Сандарды басып, сандар әлеміне барамыз. Балалар. Қайын сандарды басып, екі жақтан басып өтеміз. Енді орындыққа отырамыз, балалар. Сандарды басып. Балалар, біз бүгін сандар әлеміндегі ақылды роботқа қонаққа келдік. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен ақылды роботпын. Сендердің ашық ұйымдастырылған іс-әрекеттеріңе көптеген қызықты тапсырмалар әкелдім. Жақсы көңіл күймен орындап, сабаққа белсене қатысыңдар. Сендерге сәттілік тілеймін. Балалар, біз ақылды роботтың айтқан тапсырмаларын орындаймыз ба? Ендеше балалар, тақтаға қараймыз. Міне ақылды роботтың сөмкесі, бұл сөмке жай сөмке емес, бұл ақылды робот өзінің сөмкесін сендерге сыйлыққа тастап кетті. Сол сөмкеде көптеген тапсырмалар бар. Ендеше тапсырмаларды орындауды бастайық. Бірінші тапсырманы қазір орындаймыз. Қазір мен оқырайын сендерге. Бірінші тапсырма сандарды тура және кері ретімен орналастыр. Екран қане? Басын келе ғой. Бәріміз қарап отырамыз балалар. Алдына қойып. Өте жақсы. Нешесі? Одан кейін қандай сан? Қоя ғой. Өте жақсы асылым, өте жақсы орындадың. Тамирис келе ғой. Жалғастырамыз, Тамирис келе ғой. Үштен кейін қандай сан, Тамирис? Айтып
отырамыз, 3-тен кейін 4 саны деп сөйлеп отырамыз, балалар сөйлейміз. Қандай санды қойдың, Томирис? Қандай сан? 4 сан, өте жақсы. 4-тен кейін қандай сан? 5. Өте жақсы. Керемет. Енді кім Томирис санап шыға қойшы? 5-ке дейін қойып шықтың, е сандарды? Отыра қой. Алғана келе қой. Көптеген тапсырмалар бар. Ақылды роботымыздың сендерге берген. Талай тапсырмаларды қазір орындайсыңдар. Алтыдан кейін қандай сан? Айтып отырамыз, 6-дан кейін қандай сан? Алана? 7. Өте жақсы. Керемет. Жақсы тапсырманы орындадың. Ернұр келе қой. Жетіден кейін қандай сан қойды? Ернұр? 8. Өте жақсы. 9-дан кейін қандай сан? Ернұр айтып отырамыз. 9-дан кейін қандай сан? 9-ның жанына қара қой. 9-ның жанына қара қой. Ернұр? 9-ның жанына қара қой. Өте жақсы. Сандарды балалар. Санай қой, қане? 1, 2, 6, 8, 9, 10. Сен 6-дан 7-10-ға дейін санды қойып шықтың. Өте тамаша, керемет. Балалар, біз санды рет-ретімен қоюды білеміз ба? Тапсырманы біз өте жақсы орындадық па? Өте керемет балалар. Ендеше екінші тапсырманы орындаймыз. Қазір мүсілім шығасын екінші тапсырмада. Ешті аламыз. Сандық жұмбақтар. Сандық жұмбақтар. Қолдарындағы сандарды мен қазір жұмбақты жасырамын. Сендер сол жұмбақтың несін сандар арқылы, көрсету арқылы маған көрсетіп отырасыңдар. Жақсы ма балалар? Мұқият тыңдаймыз. Бір сан бар, ең басы, бәрі содан басталады. Қандай сан? Диастыра қой. Толық жауап береміз. Бір саны. Қос арыстан қасында бірін-бірі қуады. Қандай сан? 2. Көтереміз. 2 саны де. 2 саны. Толық жауап береміз. 3 дос қатар жүреді, әрқашан бірге күледі. Қандай сан? Өте жақсы. 3 саны. 4 бұрышты дастархан санның аты да сол жан. Ол қандай сан екен? 4-ті бұлай қаратамыз бе? Өте жақсы аламын. 5-тік баға аламын, жақсы оқып қаламын. 5 саны. Толық жауап береміз. Айтып, 5 саны. 6 аяқ бар десем, кім ойлайды мал десем? 6 саны деп толық жауап береміз. Саны. Өте жақсы. 7 күн бір аптада бәрі жұмыс демалыста. Қандай сан? 7 саны. Өте керемет. 8 аяқ қимылдар, суда жүзіп толқындар. Қандай сан? Толық жауап береміз. 8 саны.
9 ай ана көтерер, балапанын күтеді ер. Қандай сан? Жауап береміз. Айтады, 9 саны. 9 саны. Өте жақсы. 10 саусақпен істеймін, жазамын да істеймін. Қандай сан? 10 сан. 10 сан. Өте керемет. Бұл тапсырманы да сендер балалар өте жақсы орындап шықтыңдар. Керемет. Енді үшінші тапсырмаға көшейік. Роботқа, біздің роботымыздың қуаттағышы тауысып болған екен балалар. Роботқа қуат бер деген тапсырма. Тақтада міне жетіспеген сандар көрсетілген. Осы роботымызды қуаттағышын қуаттау үшін мына түсіп қалған не болмаса жетіспеген сандарды сендер қазір маған қойып бересіңдер. Жақсы ма балалар? Сендер осындай тапсырма. Қане кім шығады маған? Арман келе ғой. Екі денге қандай сан? Болу керек. Санаймыз. 3 сан. Жаза ғой маркермен. Маркерді алып. 3 санын жазасың. Өте жақсы. Отыра ғой. Анайла келе ғой. Анайла. Қандай сан? Одан кейін қандай сан келіп көр? 1 теңге қандай сан? 2 сан. Я жаза ғой 2 сан. Жаза. Муслим. Тихо. Добре. Бәріміз қарап отырамыз, дұрыс істеді ма? Анайла тапсырманы дұрыс істеген жоқ па балалар? Әдемі отырамыз. Аяқ соза, аяқ соз. Аяқ соз. Апай. Сана шыққан. 3 сан. Өте жақсы. Дауысын шығарады. Өте жақсы орындадың. Отыра ғой. Қане? Дияр келе ғой. Дияр келе ғой. Санай. 5 теңге қандай сан? Қандай сан 5 теңге? 5 теңге қандай сан? Айта ғой. 5 теңге қандай сан? Қандай сан балалар? Көмектесеміз балалар? 6. Жаза қой 6 санын. 6 санын жаза қой. Өте жақсы. Отыра ғой, Дияр. Тағы да асылың келе ғой. Асылың тез-тез қимылдаймыз балалар. Қандай сан? 7. Одан кейін қандай сан болу керек? 8. Ендеше қандай сан жетіспейді? 8. Жаза ғой тезірек. Өте жақсы. Қане кім? Ернұр келе ғой. Ернұр. Бізде математикадан Ернұр өте жақсы қатысады математика сабағында. Қане, мына қандай сан Ернұр? Мына қараймыз бірінші. 4. Одан кейін қандай сан керек? Жаза ғой. Тез. Жаза ғой 5 сан. Өте жақсы, керемет. Отыра ғой. Тағы да Алан келе ғой. Алан бізде бүгін сабаққа қатысып отыр. Мына қандай сан? Балалар көмектесеміз. Қандай? 7. Одан кейін қандай сан келу керек?
Мынау енді кері санағанда, иә? Кері санауы саған түсті. 9-дан кейін қандай сан? Кері санағанда. Қандай сан? Қандай сан? 8. Содан кейін қандай сан 8-дің алдында? 8-дің алдында қандай сан? 7. Отыра қой. Жаза қой келіп. Балам, анам келіп отыр. Жаза қой. Отыра қой. Өте жақсы, керемет. Енді соңғы тапсырма қалды. Кім шыққан жоқ? Мүсілім келе қой. Ол сана. Қандай сан? Одан кейін қандай сан? 6. Одан кейін қандай сан келу керек? 6-дан кейін 7, иә? 7. Жаза қой 7 саны. Көмектесіп берейік. Балалар. Рахмет. Өте жақсы орындадың. Мүсілім отыра қой. Өте жақсы орындадың. Балалар, біз міне роботқа көмектестік. Қуаттағышы есептер, жетіспеген сандарды қою арқылы біз роботтың қуаттағышын қуаттап бердік. Жақсы, тапсырманы жақсы орындадық па, балалар? Ендеше біраз демалып алайық, балалар. Шаршаған боларсыңдар. Қане тұрамыз. Қане, бірге кім гүлдерге тұрады. Қане. Тағы бірге қайталайық па, балалар? Не? Балал. Жақсарып қалды ма, балалар? Енді бірінші тапсырмаға көшеміз. Есептер шығару. Міне мына үстелде сендерге тапсырма берілген. Мынау бізде түймедақ гүлі. Осы түймедақ гүлінің жапырағында сендерге есептер берілген. Келіп жанына келеміз, балалар, келіңдер. Үстелге жанындаймыз. Есептерді шығарып. Қане, алып, ойнамаймыз. Мына сендер арасыңыз, 3-5 жыл қанда неше болады? 6 жаға қой. Қане, сен де істеу ғой. 3-пен 4-ті қосқанда неше болады? 7-ні жабасың. 7-ні жабасың. Бірге бірді қосқанда неше болады? 2-ге 3-ті қосқанда 5 болады. 5-ті жабасың. 5-ті жаб. Иә? Қараңдар. Кім болды тапсырманы орындап? Орындаймыз. Балалар, міне мына нені таяқшаларды, не болмаса азықтарды есептеуге қолдануға болады. 3. Оған 4-ті қосасың. Неше болады? Аламын. Бәрінен санап. Мынаны жабасың. Мынаны жабасың. Мынаны жабасың. 9 мынаны жабасың. 4-ге 8 жабасың. Үштің орындады тапсырмасын, е? Өте жақсы. Ойнамаймыз. Ернұр, кел көрсете қойшы тапсырманы. Кел, ал кел тапсырманы. Түймедағыңды алып кел. Тапсырманды алып кел. Кел. Қаз бәрін тақтақ шығар.
Нешеде міне сенеған бірге қосамыз 4-ті жазшы. Жаза. Қане қараймыз. Апай! Бір қосу. Апай, подходи. Қосу. Қосу. Эй, нарекаться не трогай. 4. Нельзя. Тең болады. Неше болады? Бірге 4 қосқанда. Неше болады? Неше болады? 5 саны жаза қой, міне 5 бірінші. Сосын жаза қой, 5 саны жаза қой. Жаза қой, жанына жаза. Өте жақсы. Енді бірге қос бірді. Жаза қой, бір қосу бір. Білесің ғой сен есептеуді. Бір қосу бір. Тең неше болады? Бірге қосқанымыз. Өте жақсы не? Күймедарының екінші жапырағын жабамыз. Сосын екіге қосқанда неше болады? Жаза ғой. 2 қосу 2. Балалар қараймыз. Ернұр қалай тапсырманы орындап жатыр? Сендерге көрсетіп жатыр тақтада. Түймедақтағы тапсырманы. Неше болады? Екіге қосқанда 4. Дауысым шығарамыз. 4 болады деп. Өте жақсы. Одан кейін 3 қосу 3 неше болады? Иә, жаза ғой. 3 қосу 6. Ой, 3 қосу 3. 3 қосу 3. 3 тең. 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 Неше болады? 6. Өте жақсы. Енді 4 қосу 4 неше болады? Даусым шығарамыз. 4 қосу 4. Міне, 4 қосу 4. Қандай сан? Қандай? 8 жаза ғой. 4 қосу 4. Қосу 4. Тең. Тең. Неше дейді? 8. Өте жақсы. Енді соңғы тапсырма. Балалар орындаймыз жерде. Арманды бір соғып. Екіге қосамыз 1-ді. 3 болады. Өте жақсы. Жаза ғой. Асылым орындадың ба? Орындадың ба? Тамирис орындадың ба? Келе ғой Тамирис. Кел, тапсырманы орындады. Келе ғой. Түймедағыңды алып кел, мынандай тапсырмаңды алып келе ғой. Тең. Неше? 3. Даусым шығарам. Отыр, ернің. Балалар тапсырманы ернің жақсы орындады ма? Жоқ! Үстіна тиштал. Өте жақсы орындады. Енді Тамирис. Тамирис бізден сен қолға ордал. 7 қосу 1. Неше болады? 7 қосу 1. Ойлаймыз. Сен өз дұрыс айтасың. Жаза қой. 7 қосу 1. Тез жазамыз. Балалар шуламаймыз. 7. 1. Тең неше болады? Жаңа айтып ғой. Тең неше? 8 жаза. Мына жанына жазады 8. 8 отыра ғой, Тамирис аға. Өте жақсы орындадыңдар. Балалар орындыққа отырамыз. Орындыққа отырамыз. Сосын тағы да сабақта өте жақсы. Балалар, енді бізде соңғы тапсырма қалды. Жаңа міне түймедақ гүліндегі жапырақтардағы есепті сендер өздерің оймен есептеп шығарып бердіңдер. Жақсы ма балалар? Енді 5-ші тапсырма. Шығармашылық жұмыс геометриялық фигуралардан робот құрастыру. Міне, геометриялық фигураларды айтып шығайықшы пішіндерді, балалар. Түсі қандай? Қолымызды көтереміз.
Қандай пішін? Алланың қандай түсі? Жақсы. Қандай пішін? Түсі қандай Тамирис? Өте жақсы. Мынау қандай пішін? Түсі қандай? Айғанамен қолымыз жауып тұрмыз. Өте жақсы. Мынау қандай пішін? Қандай пішін балалар? Ернұр айта ғой. Түсі қандай? Сары ғой күннің көзінің түсі. Мынау қандай пішін балалар? Айта ғой. Бұрын түсі қандай? Түсі. Жақсы, өте жақсы. Ал мынау пішін қандай? Неше бұрышы бар бұның балалар? Неше бұрышы бар? Қане? Ендеше қандай пішін? Жеті бұрыш. Түсі қандай? Жақсы, өте жақсы. Қолымызды көтеріп жауап береміз балалар. Енді үстелге көреміз. Мына неден? Пішіндерді геометриялық маған робот құрастырып бересіңдер. Бұл топтық жұмыс бәрі. Мынаған көп, 3-4 бала тұруға болады бұл жұмысқа. Жақсы ма? Асыл, қимылдар. Аланмен күнгі шешаны, пішіндерін құрастыра қойды. Пішіндерді шуламаймыз балалар. Әдемдеп құрастырып шығамыз, әдемдеп. Балалар енді міне, сендер роботты құрастырыңдар. Ақылды роботты. Қандай пішіндер арқылы құрастырыңдар? Мынау қандай пішін? Несіше қолы ше қандай бөлігі бар? Аяғы ше? Аяғы? Аяқ киімі ше? Өте жақсы. Геометриялық пішіндерден сендер робот құрастырып беріңдер. Өте жақсы, тапсырманы жақсы орнына барамыз балалар. Орнымызға барамыз. Орнымызға барамыз. Балалар, сендерге роботтың көп ризашылықтарын, көп білімдерімді, көп білетіндерімді көрсеткендерім үшін алғыс білдіріп жатыр, тыңдаймыз. Балалар, сендер мен алып келген тапсырмаларды жақсы орындап шықтыңдар. Өз білімдеріңді, ақылдарыңды көрсеттіңдер, жарайсыңдар. Ұлан тобының балалары, келесі кездескенше сау болыңдар. Балалар, ақылды робот сендерге өз ризашылығын білдіріп, алғыс айтып жатыр. Сендер білімді, математика ұғымдарын терең білетін ақылды бала екендеріңді көрсеттіңдер. Я балалар? Я ма балалар? Жауап береміз, я. Енді балалар, бүгін біз осы ашық ұйымдастырылған іс-әрекетінде нені үйрендік, нені білдік балалар? Кім жауап береді? 1-ден 10-ға дейін тура санауды үйрендік, е? Сосын қалай санауды үйрендік? Тағы алаңа киелі санауды үйрендік. Тағы да не үйрендік балалар? Геометриялық пішіндерде не құрастырдық? Балалар, не құрастырдық? Қандай пішіндерден құрастырылдық олар? Өте жақсы. Мен сендерге бүгін өте қуанып тұрмын. Сендер сабаққа белсене
жақсы қатыстыңдар. Есепті де шығардыңдар, иә? Сендерге түймедақтағы есептер ұнады ма? Өздерің ойлау арқылы түймедақ жапырағындағы гүлдерді маған шығарып бердіңдер. Өте керемет. Сендерге көп рахмет айтамын. Сапқа тұрамыз. Мынаны басып шығарып. Сандық әлемден балабақшаға оралғанбыз.